сен отан үшін жаралғансың, сен осының кіндігімен байланып тұрсың, сен сол елдің қанысың, сен осы елге тегін қызмет жасауың керек деп жатамын. Енді біреулер келіспеуі мүмкін, бірақ бұл талқылану керек деп ойлаймын. Жастардың арасында бұл тақырып бар. Мен сіздің пікіріңізбен келіспеуім мүмкін. Сіз сол пікірді айту құқығына ие болғаныңыз үшін мен сізге өмірімді беруге дайынмын деген. Керегін алады, керек емесін қабылдамайды. Нельсон Манделаның мынандай сөзі бар. Адамдар расист болып тумайды, расист болып қалыптасады деген. Шынымен адамдар ұлтшыл болып, патриот болып тумайды, ұлтшыл болып қалыптасады. Мысалы, білесіз бе, адамдарда мынандай түсінік бар, қалып қойған. Бір адам өзінің қабілетімен, екінші адам өзінің сұлулығымен, яғни келбетімен, үшінші адам өзінің күшімен басқаларға басымдылық көрсетеді. Анық көрсетпесе де, яғни біліп тұрады. Дүниеге осындай пәк келген адамдарда осындай қасиет қайдан пайда болды деп ойлайсыздар? Бұның басы негізі көзге көрінер көрінбес насихат деген нәрсе бар, яғни пропаганда. Ұлтшылдық ол қайдан шықты? Бұл ескі көзқарас, өте ескі көзқарас. Біздің заманымызға дейіннен басталды. Неге империялар құрылды ғой? Басында тап болды, тобыр болды, кейін мемлекет болып құрыла бастады. Жүздеген, мыңдаған, миллиондаған адамдардың басын біріктіріп, ұлт құрау керек. Олар басқа елдің жүйесіне бағынып кетпеу үшін міндетті түрде насихат жүргізеді, идеология жүргізеді. Насихат қалай болды? Біздің өзің еліңді сүюің керек. Сен отан үшін жаралғансың, сен осының кіндігімен байланып тұрсың, сен сол елдің қанысың. Сен осы елге тегін қызмет жасауың керек. Сөйтті адамдарды айдап салатын болған. Яғни ол өзінің көзін жұма отырып, көзсіздікпен басқа ұлттарды өлтіре алады, жек көре алады, жер жасандырады да, бұл айтқанда. Сондықтан ұлтшылдық көзқарас, бүгін айтып жатады, ұлтшылдар ақталып жатады. Біз ондай емеспіз, басқанда жақсы көреміз, бірақ біз көзге көрінбейтін нәрсе, ол бәрі кемістесін. Жаңа бірінші қозған тақырып сияқты ғой, әдемілікпен мақтанады, біреулер сұлулықпен, келбетімен, қабілетімен деген сияқты өзінің ұлтын жоғары қою арқылы өзге ұлтты кемсітіп жатады. Енді біреулер келіспеуі мүмкін, бірақ бұл талқылану керек деп ойлаймын. Жастардың арасында бұл тақырып талқыланбаса, біз тура сол осы қалыпта қалаймыз, солай кете береміз. Кімнің Вольтердің сөзі бар. Мен сіздің пікіріңізбен келіспеуім мүмкін. Сіз сол пікірді айту құқығына ие болғаныңыз үшін мен сізге өмірімді беруге дайынмын деген. Сол сияқты әркім қоғамда өзінің пікірі болады. Жастар керегін алады, керек емесін қабылдамайды. Әрине егер насихатталған болса. Патриот деген сөз бар ғой бізге. Ұлтшыл деген сөзді бізге әдемі картинкамен келтіріп қойған. Бізге әдемі болып көрінеді ол сөз. Бірақ білесіздер ме, өз ұлты үшін басқа ұлттарды өлтіруге дайын адамдар бар. Ұлтшылдықтан соншалықты насихатталған патриоттық. Бұл өте қауіпті адам. Адамдар неге бірікпейді деп ойлайсыз? Өз елінің жүйесінің құндылықтарымен насихатталғанда бір жүйеге бағындырылған. Бір адам ойланып қарады ма? Өзін ақтап алып, өз елін мадақтау, өз ұлтын мадақтау арқылы өзге елді кемсіп жатқан. Өзінің елінің тарихын айта отырып, өзінің елін мадақтау арқылы басқа елді жерге ұрып жатқан. Бұны ешкім сезінбейді әрине. Бірақ нақты пікірге, яғни мәліметке келетін болсақ, бұл солай. Яғни адамдардың біз көзін ашуымыз керек. Ешқандай ұлттан артық емес. Ешқандай ұлт қандай ұлттан кем емес екенін адамдарға түсіндіруіміз керек. Біз 7 миллиардтан аса адам, біздің ортақ үйіміз ол жер. Яғни барлығымыз бір адамбыз. Сол жерде аман қалудың, сол жерде тату өмір сүрудің жолы бар. Ол жол ғылым мен білім, тағы да айтайын, барлығына бірдей түсінікті болатын. Ұлтшылдықпен насихатталса, адамдар әрине бірікпейді. Яғни айттым ғой, басында қозғап өттім. Тура сол сияқты. Адамдар не үшін ұлтшылдық идеологиясын жүргізетін болған? Өйткені бірікпеу үшін. Сондықтан ол біріктіру үшін біріншіден адамға білім керек. Яғни бізде топтар құруымыз керек. Сосын нарықтық заманда, яғни денежный системада дейді ғой, бізге ақша керек. Өйткені қаржыландыру үшін. Ұлтшылдардың санасына
сенің ұлтыңнан артық ұлттар бар деген нәрсені жеткізу. Біздің ұлтшылдар басқа ұлттардың құндылықтарын қабылдай алмайды. Яғни ол өзінің ұлтының құндылықтарымен тәрбиеленген, қалыптастырған, сондықтан қабылдай алмайды. Жаңа айтқандай топ құрып, оларды түсіндіру сабақтарын жүргізу керек та. Бұның арты түсінбеушілікке, ұрысқа, соғысқа алып келуі мүмкін. Яғни адам түсіндіргеннен кейін түсінбесе, оны қоя салу керек. Өйткені ол өзінің ортасының, өз елінің, ұлтының құндылықтарымен қатты тәрбиеленген, қатты санасына сіңірілгендіктен оны өзгерту қиынға соғады. Сондықтан жастар болашаққа осындай пайдасыз мәліметтермен санасын толтырудың меніңше керегі жоқ деп ойлаймын. Сонда сіздің айтуыңыз бойынша ұлтшыл болып тәрбиеленген бір ұлттың мәдениетімен, ұлтшылдығымен тәрбиеленген адамдар объективті көзқарастан айырылған адамдар болып саналады? Иә, әлемге, болмаса басқа ұлттарға тек қана өзінің тәрбиеленген құндылықтарымен ғана қарай алады. Объективті қарай алмайды. Тек қана бір ғана ракурстан қарайды, өзінің ғана. Яғни қоғам қалай тәрбиеледі, елі қалай тәрбиеледі, сол көзқараспен ғана қарайды. Сондықтан ұлтшылдықты жеңу үшін бізге тағы да сол ғылым мен білім керек. Сонда ұлтшылдар өздерін бақытсыз сезінеді деп ойлайсыз ба? Бақыт деген сөзін өзін тоқтап алайық. Төлен Әбдіктің мында ақиқат деген әңгімесін мында өзімді оқып берейін. Тіршіліктің табиғи заңындағы қаталдықты былай қойғанда, адамдардың өз қолымен жасаған зұлымдықтарын түгендеп бітіре алмайсыз. Бір сәтқан тарихқа қараңызшы. Алғашқы қауымнан күні бүгінге дейінгі аралық қылмыс пен қырғынға, қиянат пен бәсекеге толы. Адам баласы бір-біріне бір сәт тыныш өмір берген емес. Сұлулар өздерінің қабілетімен, таланттар өздерінің келбеттерімен өзгелерді қорлайды. Ең болмағанда ойынымен. Бүкіл спорттарға қараңыз. Ат жарыс, күрес, бокс, футбол, тағы сол сияқтылар. Тек бірін-бірі мұқату. Ойын дейді, қайдағы ойын? Ұтылған спортшының түріне қараңызшы. Дүниедегі ең бақытсыз адам. Өп-үлкен адам балаша жылайды. Адам ойыннан жылай ма айтыңызшы? Ойын дейді, ойын емес. Адам табиғатынан айырылмай қойған бірін-бірін қорлау. Эгоизм. Яғни бұлардың бәрі тіршілік күштілер жеңеді деген ғана пікірге алып келеді. Тек осы бір ащы ақиқат үшін адам атылып өлуге болады ғой. Осыларды біліп бақытты болу мүмкін бе? Бақыт деген жарықтықты өмірдің түпкі мәнінен табу керек. Ондай мән жоқ. Енді бақытты сезіндіретін гормондар ол жаңа дәуірде қалыптасып жатқан көзқарас. Адам сыртқы факторлар адамды бақытты етпейді. Адам ішінен шығатын биологиялық факторлар қазір дәлелдеп отыр. Сән салтанаттар, пластикалық операциялар, болмаса басқа да сұлулықтар жайлы адамды бақытты ететін нәрселеріміз адамның бақытын өзінің ішінен шығатын бүгінгі дәуір дәлелдеп отыр. Яғни ғылым. Олар не? Олар дофамин, окситоцин және серотонин.